Баршаңызға сәлем. Бүгін мен бұл видеода куркума қалай ішемін, соны көрсетемін. Бірден айтамын, бұл канал мен бұл видео медициналық емес. Мен көрсететін куркуманың қарсы көрсетілімдері бар. Сондықтан өз бетіңізше қабылдауға қатаң тыйым салынады. Мұндай ем түрі дәстүрлі медицинаға қосымша альтернативті медицина деп аталады. Мен рецепті қайдан аламын, төмендегі описанияға сілтемесін қалдырамын. Ол каналда медициналық емес. Бұл видеода мен көрсетемін куркуманы мен қалай ішемін. Ал сіздер өз емдейтін дәрігерлеріңіздің бақылауымен қалай ішу керектігін өздеріңіз шешесіздер. Мен міне 2 жылдан асты рецепт бойынша куркума ішіп келемін. Жағдайым, денсаулығым жақсы. Адам жасы келе негізі өз туылғанында бар болған қорын тауысады. Сондықтан қосымша ағзаны қолдап тұру керек болады. Ең дұрысы куркума ішкенде түнде жатардан алдын ішіп жату керек деген пікірге өзім қосыламын. Мен қазіргі кезде куркуманы сумен ішіп жүрмін. Су қайнаған және 80 градустан төмен болу керек. Алдын зығыр майы мен льняное масло, соның ішінде нерафинированный деген түрмен қабылдағанмын. Ең жақсы осы маймен ішу, егер оның қолдан ағаш маслопресте жасалған түрін тапсаңыз. Бұл куркуманың көптеген ауруларға ем екені дәлелденген. Анығырақ айтсақ, құрамындағы куркумин деген заты пайдалы. Куркумин жайлы ғылыми сайттарда да соңғы зерттеу нәтижелері жайлы жазылған әдебиеттерді тапсаңыздар болады. Әсіресе обыр ауруында және оның алдын алуда химиотерапия ретінде пайдасы болуы мүмкін екенде. Сонымен мен қолданамын. Стаканға 1 шай қасық куркума саламыз. Шай қасық, ас қасық емес. Яғни шай қасық. Үстіне азырақ қара бұрыш саламыз. Яғни щепотка дейді. Міне, мен өзім осынша салам. 1 щепотка дейді, 1 шымшым. Егер де қара бұрышыңыз бүтін болса, ол тіптен жақсы. Горошок. Себебі мына түрі, майдаланған түріне әртүрлі қоспалар қосылған болуы мүмкін екен. Сондықтан бүтінін алып, мынандай ыдыста майдалап салсаңыз, ол өте жақсы әсері болады. Енді осы дайын болған куркума мен бұрышымыздың үстіне су құямыз. Су 80 градустан дейінгі және құйғаннан соң араластырып, ерітуге кішкене қоямыз. Ішкеннен соң жарты сағаттай іс-қимыл жасап, соң ұйқыға кетеміз. Ең маңызды мәселе мұнда уақытысында ұйықтау. Бүкіл ағза ұйқы кезінде қалпына келетіндіктен кешкі сағат 9-дан бастап таңертеңгі 3:30-дарға дейінгі аралықтағы ұйқы өте пайдалы. Біз айтып жатамыз, жүйкеңді тоздырма, қалпына қайта келмейді деп. Негізі келеді екен. Адам уақытысымен ұйықтап, дұрыс тамақтанса, ағза толық өзін қайта қалпына келтіруге мүмкіндігі бар екен. Сонымен төменге канал сілтемесін тастап кетемін. Жақсы, сау болыңыздар.